Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Айнұр. Бүгін сіздерге өте дәмді, кез келген қонақтарыңызға ұнайтын салаттардың бірін ұсынғым келіп отыр. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етімізді ұзынша етіп, жұқалау етіп, видеодағыдай етіп турап аламыз. Үйге қонақ келетін болғандықтан мен бұл салатты көп мөлшерде жасап жатырмын. Ал сіздер керекті ингредиенттерімізді аздау етіп алсаңыздар болады. Етіміздің бәрін осылай турап аламыз және де табамызға майымызды құйып, қуырып аламыз. Бір араластырып, бетін жауып, бұқтыратын боламыз. Тағы да бетін ашып, кішкене су құйып, 50 минуттай біздің етімізді толықтай пісіретін боламыз. Ол аралықта біз қиярымызды дайындайтын боламыз. Екі шетін алып тастаймыз және де видеода көріп тұрғандарыңыздай тураймыз. Ұзынша етіп тураймыз. Мен бұл жерде сіздерге екі тураудың екі түрін көрсететін боламын. Бұл бірінші тәсілі. Осылай турасаңыздар да болады. Екінші тәсілі бойынша турасаңыздар да болады. Яғни осылай ұзынша етіп турайсыздар. Қиғашынан турасаңыздар да болады. Әдемі көрінеді. Дәл осылай барлық қиярларымызды араластырып турап шықтым. Келесі кезекте тәтті бұрышымызды турайтын боламыз. Мен қызыл, жасыл, сары бір түстен алдым. Ұзынша етіп, жіңішкелеу етіп турайтын боламыз барлығын. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де сәбізімізді теркадан ұзынша етіп өткізетін боламыз. Біздің етіміз толықтай пісті, жұп-жұмсақ. Енді кезекте үстіне сәбізімізді салып, 5 минуттай қуырып аламыз. Оның үстіне чеснок салып, жақсылап араластырамыз. Бес минут өткен соң 4 үлкен қасық соевый соус қостым. Жақсылап араластырамыз. Және де мен бұл жерде түрлі түсті болгар бұрышын 1 минуттай ғана қуырып аламын. Сіздер қуырмасаңыздар да болады. Мен 1 минуттай ғана қуырып аламын. Туралған қиярдың үстіне тәтті бұрышымызды, етімізді барлығын саламыз. Оның үстіне міндетті түрде укроп, петрушка болу қажет. Барлығын турап аламыз. Оны да жаңағы қиярдың үстіне саламыз. Бұл жерде мен 2 үлкен ас қасықпен аджика қостым. Егер де сіздер кішкене әшілеу болған қаласаңыздар, тағы да қосуға болады. Жақсылап барлығын араластырып боламыз. Оның үстіне мен азырақ тағы да тұз қостым. Және де қара бұрыш қостым. Сосын тағы да мен 2 ас қасықпен соевый соус қостым. Жақсылап араластырып болған соң біздің тарелкамызға салып, кез келген қонақтарыңызға өздеріңізге ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді салат, міндетті түрде жасап көріңіздер.